Қамбар кенті кітапханасы «Домбыра асыл мұра» атты әдеби музыкалық қонақжайы ұсынады. Қазақ музыкалық мәдениетінің ең үлкен құралдарының бірі және басты символы домбыра болып табылады. Онсыз халық өмірінде бірде-бір оқиға орын алған жоқ. Көшпелілер уақытында осылай болды және осы күнге дейін қалады. Бұл екі шекті аспап әртүрлі мамандық, діни наным және ұлт өкілдерін біріктіреді. Өйткені кейде оның керемет дыбыстары сөздерге қарағанда терең ойларды айтып жеткізе алады. Домбыра Қазақстанның 7 ұлттық қазынасының бірі болып табылады. 2007 жылы отандық ғалымдар елдің және оның халқының дамуына, рухани қалыптасуына үлкен ықпал еткен 7 бірегей мәдени құбылысты анықтады. Бұл тізімге домбыра, тамғалы жартасқа салынған суреттері, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Маңғыстау тастағы мешіттері, Қазақ кигіз үйі, Бәйтерек монументі, Алтын адам кірді. 2010 жылы домбыра Гиннес рекордтар кітабына енгізілген. Кейбір деректер бойынша бұл бірегей құрал 4000 жылдық тарихы бар. Осылайша 80-ші жылдардың сонында Алматы облысындағы Майтөбе үстіртінде ғалымдар домбыраға ұқсайтын биші адамдар мен музыкалық аспап бейнеленген тастағы суретті тапты. Неолит дәуіріне жататын бұл бірегей олжа Ықылас атындағы Алматы халық музыкалық аспаптар мұражайында сақтаулы. Халық арасында домбыра туралы сансыз аңыздар қалыптасқан. Ежелгі дәуірден бастап домбыра қазақтардың қуанышында да, қайғысында да бірге болған. Әуен арқылы халық тарихын, оның дәстүрлері мен мызғымас құндылықтарын баяндайды. Ал бұл аспапта ойнау өнері отбасылық реликвия сияқты әкесінен ұлына ұқыптылықпен берілді. Күйлер туралы айтатын болсақ, олар екі түрге бөлінеді: шертпе және төкпе. Олар тақырыбы бойынша да, орындаушылық техникасы бойынша да ерекшеленеді. Батыс Қазақстанда құрылған төкпе драмалық оқиғалар туралы әңгімелейді, күшті, жігерлі, әскери бейнелерді бейнелейді. Шығыс, оңтүстік және орталық Қазақстанға тән шертпе еркін импровизациямен ерекшеленеді. Олар адамның терең сезімдері туралы әңгімелейді, нәзік әйел бейнелерін салады. Қазақ халқының музыкалық мәдениетін дамытуға үлкен ықпал еткен ұлы домбырашылардың бірі Құрманғазы. Оның Сарыарқа және Ада сияқты өлмес күйлері бүгінгі күні де естіледі. Бүгінгі күнге дейін осы тамаша музыкант және композитор жазған 60 күй сақталған. Оның ең танымал оқушысы Дина Нұрпейісованың есімі домбырадағы дарындылық пен шеберліктің арқасында. Сондай-ақ оның мұғалімі сияқты алтын әріптермен қазақ музыкасының жылнамасына жазылған. Аспапты меңгеруге әкесі көмектесті. 9 жасында кішкентай домбырашы туралы даңқ бүкіл ел бойынша тарады. Жас дарынның талантын Құрманғазы өзі бағалады. Ол кейіннен ол үшін тәлімгер болып, оның күйші ретінде қалыптасуына үлкен ықпал етті. Дина Нұрпейісованың Бұлбұл, Әсем қоңыр, 1916 жыл және тағы басқа шығармалары кеңінен танымал. Ол өзінің соңғы концертін 91 жасында берді. Домбыраның музыкалық мәдениетінің тағы бір жарқын өкілі Қазанғап бала кезінен музыкаға үлкен қызығушылық танытты. Кейбір деректер бойынша оның авторлығына 120-дан астам күй тиесілі. Күйші өз шығармаларында қоғамда болмай қалмайтын өзгерістер, адами қасиеттер, жануарлар әлемі тақырыптарын көтерді. Ұлы композитор Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығы қазақ музыкасының тарихындағы жаңа көрініс болды. Бала болған кезде оның талантын Ахмет Жұбанов көрді. Ол оны музыкалық училищеге алып келіп, үлкен өнер әлеміне алғаш тәлімгер және жолсерік болды. Нұрғиса Тілендиевтің қаламынан 500-ге жуық шығармалар шықты. Опера, балет, әндер, романстар, күйлер, увертюралар. Олардың ішінде ең танымалдары Аққу, Арман, Махамбет күйлері, Алтын таулар операсы. Қазақтың өзіндік ұлттық музыкасын сақтау мен дамытуға баға жетпес үлес қосқан композитор, дирижер, күйші, домбырашы Қаршыға Ахмедияровты да атап өту керек. Музыкант әмбебап ретінде танымал болған ол бүкіл әлемге қазақ мәдениетінің байлығын паш етті. Көптеген кітаптар мен оқулықтардың авторы. Домбыра музыкасы бүгінде өз байлығын көбейте отырып белсенді дамып келеді. Қазіргі заманның жарқын күйшілердің бірі Секен Тұрысбек.
Ол домбыра музыкасын бағалаушылар мен музыканттар естіген 21 ән мен 14 күй жазған. Олар Қазақстанның ғана емес, жақын және алыс шетелдердің үлкен концерттік алаңдарында шырқалады. Ең танымал күйлер Көңіл толқыны, Ақ жауын, Ару ана. Қазіргі замандағы домбырашылар туралы айтатын болсақ, күйші композитор Әбдімомын Желдібаевтың есімін де атап өту керек. Оның авторлығына 70-тен астам күй мен әндер тиесілі. Оның ішінде Ерке сылқым, Арман құс, Абай арманы. Халық музыкасын дамуына баға жетпес үлес қосқан ұлы музыканттардың тізімін Төлеген Момбеков, күйші, мәдениет қайраткері толықтырады. Оның орындауында Тәттімбет пен Сүгірдің шығармалары жаңаша шырқалды. Домбыраға деген қызығушылық, оның танымалдығы ешқашан өшкен жоқ. Бүгінгі таңда жастар осы құралды асқан шеберлікпен игеруде. Бұл қуантады. Біздің қолымызда бұл дәстүрді сақтап, оны келесі ұрпаққа беру.